Доктор Джо Диспенза. Ақылды мүмкіндігі шексіз. 7-ші тарау. Жүрек даналығы. Құрметті тыңдарман, бұл тараудың да соңында медитация берілген, жүрек келісімі деп аталатын медитация бар. Аудионы мұқият тыңдап, керек жерін түртіп алсаңыз болады. Ал бастайық. Жүрек ата-бабамыздың ұғымында денсаулық пен даналықтың, түйсік пен білімнің темір қазығы, киелі символы саналған. Олар өз баяндарын үңгірлер мен тас тақтайшалардың қабырғаларына уақыт енесіне жіп өткізгендей етіп кестелеген дәуірлерден бері, яғни ықылым заманнан бері солай болған. Ежелгі мысырлықтар жүректі иіп деп атаған және оны мидан гөрі өмір мен адам даналығының қайнар көзі деп есептеген. Месопотамия мен ежелгі Грецияда жүрек жанның сандығы болып саналады. Алайда гректер үшін бұл ішкі жылудың көзі болса, месопотамиялықтар үшін күн сәулесінің бір бөлігі ғана еді. Олар тіпті тірі адамның соғып тұрған жүрегін суырып алып, оны күн құдайына сыйға тартып құрбандық шалған. Римдіктер үшін жүрек өмірдің қайнар көзі, яғни адамға өмір беретін орган. 17-ші ғасырда ғылыми революцияның алғашқы жылдарында француз философы Рене Декарт сана мен дене екі түрлі нәрсе деп тұжырымдады. Осыдан кейін әлем жүрекке тек қана механикалық көзқараспен қарап, машина ретінде қабылдай бастады. Жүрекке құдды бір сорғы сияқты қан айдайтын механизм ретінде қарау, оның интуитивті даналыққа толы мағынасын көмескілей бастады. Ғылыми ойдың бұлай дамуы бірте-бірте жүректің сезімдерімізбен, эмоцияларымызбен, болмысымызбен арадағы көпір екенін ұмытуға келді. Соңғы 10 жылдықтарда ғана біз жүректің электромагниттік өрістерді шығаратын құрылғы екенін, бір тұтас өріске өткізгіш екенін шынайы түсініп, түйсініп тани бастадық. Біз жүректің бүкіл денеге қан айдайтын бұлшық ет сорғысы ғана емес, сонымен қатар сезімдер мен эмоцияларға әсер ететін орган екенін білеміз. Ал оның өмірімізді сақтаудағы айқын рөлі айтпаса да белгілі. Жүрек бұл бізді шешім қабылдауға, сондай-ақ өзімізді және әлемдегі өз орнымызды түсінуге бағыттайтын сезімтал орган. Бұл уақыт, орын және мәдениеттен тыс символ. Қазір көпшілікке белгілі, жүректің интуитивті біліміне жүгіну арқылы біз махаббат көзі ретінде және ең ізгі жолбасшы ретінде оның даналығына қосыла аламыз. Неліктен денеміздегі барлық мүшенің ішінде, мысалы көкбауыр, бауыр немесе бүйрек, жүректің ғана даналығы бар деп ойлайтын шығарсыз. 2013 жылдан бастап біз когеренттілік және трансформацияны өлшеу мен бағалауда үлкен жетістіктерге жеттік. Бұл біздің өміріміздегі жүректің рөлін түсіну үшін маңызды ұғымдар. Барлығы дерлік жүректі сүйіспеншілікпен, жанашырлықпен, ризашылықпен, қуанышпен, бірлікпен, татулықпен және адалдықпен байланыстырады. Бұл сезімдер бізді байытады, өміршеңдігімізге зиянды, стресстік эмоцияларға қарсы тұтастық пен өзара байланыс сезімін тудырады. Мәселе мынада, жоғары сезімдер әдетте кейбір сыртқы жағдайларға байланысты кездейсоқ пайда болады. Яғни біз өз еркімізбен жасай алатын нәрсеге байланысты емес. Үнемі өзгеріп отыратын, күйзеліске толы, өнімділікке бағытталған, бізден кейін жер бетін топан су басса да бәрібір деген қағидамен өмір сүретін қазіргі әлемде ақыл, ой мен эмоциялық тепе-теңдікті сақтау өте қиын екені сөзсіз. Бұл тепе-теңдікті жоғалту денсаулығымызға ауыр зардаптар әкелуі мүмкін. Мысалы, 20 ғасырдың басында жүрек ауруынан қайтыс болғандар мүлдем аз еді. Ал қазір бұл ерлер арасында да, сол сияқты әйелдер арасында да ең көп таралған өлім түрі. Жыл сайын тек қана Америка құрама штаттарының өзінде жүрек ауруына байланысты еңбек өнімділігінің төмендеуі мен дәрі-дәрмек шығындары шамамен 207 миллиард долларды құрайды. Стресс жүрек ауруының дамуына ықпал ететін негізгі факторлардың бірі. Ол қазіргі уақытта эпидемия деңгейіне жетті, бірақ абырой болғанда оған антидот бар. Жүрек когеренттілігінің әртүрлі қырларын зерттей отырып, біз сыртқы орта жағдайларына қарамастан ішкі күйімізді шынымен реттей алатынымызды білдік. Кез келген дағдыны дамыту секілді, жүрек үйлесімділігін құру да білім мен тәжірибені қажет етеді. Жүректі түсінуіміз үшін жүрек математикасы институтының инновациялық прогрессивті тобымен ынтымақтастық құру маңызды болды.
Бұл коммерциялық емес ғылыми білім беру ұйымы жүрек-ми когеренттілігін жақсырақ түсінуге тырысады. 1991 жылдан бастап жүрек математикасы институтының адамдарға жүрек пен ақыл арасындағы алшақтықты жоюға, яғни жүрек пен ақылдың арасына көпір құруға, сондай-ақ басқа адамдардың жүрегімен байланысын тереңдетуге көмектесетін сенімді, ғылыми негізделген әдістерді зерттеп әзірледі. Олардың міндеті жүрегін интуитивті ұстану арқылы адамдарға физикалық, психикалық және эмоционалдық жүйесін тепе-теңдік күйіне келтіруге көмектесу. Біздің ынтымақтастығымыз жаңа болашақты құру адамның өз ниетінің айқындылығын, яғни когерентті ми, жоғары эмоция мен когерентті жүрек үйлестіруді талап етеді деген жалпы сенімге негізделген. Жүрек математика институты зерттеулері ниеттерді немесе ойларды сіз оқығаныңыздай электр заряды сияқты әрекет етеді. Сезіммен немесе эмоциямен біріктіру арқылы біз биологиялық энергиямызды және осылайша өмірімізді өзгерте алатынымызды дәлелдеді. Дәл осы екі элементтің бірлігі біздің биологиямызды өзімізге таныс өткен өмірімізден болашақтағы жаңа өмірімізге ауыстыратын материяға әсер етеді. Бүкіл әлем бойынша өтетін семинарларымызда біз студенттерге осы жоғары болмыс күйін өз ішінде оятып, оны сақтауды үйретеміз. Бұл олардың жағдайлардың құрбаны ретінде сезінуді доғарып, бір эмоциядан екінші эмоцияға секіруден арылып, өз шындығын өзі қалыптастыратын жаңа тұлға ретінде сезіну үшін жасалады. Бірнеше жылдан бергі жүрек математикасы институтымен ынтымақтастығымыздың негізгі мақсаттарының бірі студенттерімізді жүрек үйлесімділігі деп аталатын күйді саналы түрде реттеп сақтауға үйрету. Барабанның біркелкі соққысындай үйлесімділік бұл жүректің физиологиялық қызметін білдіреді. Ол жүректің тұрақты, ырғақты, реттелген түрде соғуына мүмкіндік береді. Әйтпесе жүрек инкогерентті күйде жұмыс істейді. Жүрек когеренттілігі жағдайында біз жүрек математика институтында анықталған жүрек даналығын былайша қолдана аламыз. Ақыл мен эмоциялар өз бетімен үйлесімділік пен тепе-теңдік күйіне әкелгенде, біз зейін мен түсінік ағынын бастан кешіреміз. Даналықтың бұл түрі бізге сондай-ақ басқа адамдарға пайда әкелетін ойлар мен эмоцияларда көрінетін тікелей интуитивті таным ретінде сезіледі. Осы тараудан оқып білгеніңіздей, жүрек когеренттілігінің пайдасы орасан зор. Ол қан қысымын төмендетуді, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартуды және гормоналды тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Сіз өзіңіздің бойыңызда жоғары эмоционалды күйлерді шақырып сақтаған кезде, сыртқы орта жағдайларына қарамастан өзіңізді және басқаларды жақсы түсінуге ықпал ететін, өміріңізде стресстік заңдылықтардың пайда болуына жол бермейтін, шешім қабылдауға көмектесетін, ақыл-ойдың айқындылығын арттыратын жоғары деңгейлі түйсікке қол жеткізе аласыз. Жүрек математика институтының ғылыми зерттеулеріне қосымша біздің тәжірибелеріміз ұзаққа созылған жағымды эмоциялар ген экспрессиясын жақсартуға ықпал ететінін растайды. Жүрек когеренттілігі жоғары сезімдерді дамыту, тәжірибе жасау, сақтау арқылы келеді. Оларға ризашылық, шабыт, еркіндік, мейірімділік, адалдық, жанашырлық, сүйіспеншілік пен қуаныш жатады. Жүрек когеренттілігінің пайдасы дененің барлық жүйелерінде сезіледі. Саналы немесе бейсаналы түрде көпшілігіміз күн сайын өзімізді бақытсыз, ашулы сезінеміз. Оның орнына неге біз қуанышты, сүйіспеншілікке толы, альтруисті күйлерді сезінуді және сақтауды әдетке айналдырмаймыз? Бұл сайып келгенде денсаулық пен бақытқа әкелетін жаңа ішкі тәртіпті жасамай ма? Жүрекке апарар жол. Алдыңғы тараудан оқығаныңыздай, тыңдағаныңыздай, кеуде сүйегінің астында орналасқан жүрек дененің төртінші энергия орталығы. Бұл сана мен энергияның жоғары деңгейіне апаратын көпір. Сондай-ақ біздің құдіретке илануымызға арналған орталық іспетті. Жүрек төменгі үш энергия орталығымен, яғни жермен байланысты, үш жоғарғы энергия орталығымен, жоғарғы сана арасындағы түйіспе. Ол кванттық өріске өткізгіш ретінде қызмет етеді, әрі қарама қайшылықтардың немесе полярлықтардың бірлігін білдіреді. Бұл жерде қарама қайшылықтар инь мен ян, жақсы мен жаман, жағымды мен жағымсыз, ер мен әйел, өткен шақ пен болашақ сияқты кедергілер мен полярлық энергия біріктіріледі.
Жүрек когерентті болғанда жүйке жүйесі мидың энергиясын, шығармашылығын және түйсігін жоғарылатады. Бұл дененің кез келген мүшесіне оң әсер етеді. Жүрек пен ми бірге жұмыс істейді. Бұл үйлесімділік пен тұтастық сезімі дененің ішінде ғана емес, сонымен бірге басқалармен тікелей қарым-қатынаста болады. Сіз жүрек күйіне енгеніңізде тұтастық сезімі сізді мазалаған кез келген жетіспеушілікті өзіне сіңіріп, жойып жібереді. Тұтастық пен бірліктің осынау ғажап шығармашылық күйінде өміріңізге құдды бір құт дарығандай сіз екі ұштылық пен күмәнді серпіп тастап, ешкіммен ештеңе күтпестен қанағат сезіміне қол жеткізесіз. Енді өзіңіздің жаңа, кемелденген болмысыңызды жақынырақ танып, өзіңіз жаңа хикая жасайсыз. Егер жүрек орталығын жиі дұрыс іске қоссаңыз, уақыт өте келе өзіңіздің болашағыңызды сезіне бастайсыз. Осылайша, егер сіз жаратылыспен бір тұтастыққа жете алсаңыз, қалайша бірдеңе жетіспеуі мүмкін? Егер алғашқы 3 энергия орталығы біздің жануар табиғатымызды бейнелейтін болса, және полярлыққа, қарама-қайшылыққа, күреске, қажеттілікке негізделсе, онда 4-ші орталықтан сіздің жаратушыға апаратын жолыңыз басталады. Дәл осы жүрек орталығында біз өзімшіл күйлерден риясыз күйлерге ауысу арқылы ақыл ойымыз бен энергиямызды өзгертеміз. Содан кейін бөліну мен қосарлану сезіміне азырақ берілеміз де, ең үлкен игілікке қарай таңдау жасай аламыз. Барлығымызда өміріміздің белгілі бір кезеңінде жүрек орталығының сиқырын бастан өткердік. Бұл энергия өзін-өзі тану және айналасындағылармен бейбітшілік сезіміне байланысты дамиды. Біз өзімізді жүрек сезімдеріне, қамқорлық жасауға, көмектесуге, тәрбиелеуге, қызмет етуге, кешіруге, сүюге, сенуге тағы да басқаларын шақыратын сезімдерге бергенде, өзімізді толық сезінбей тұра алмаймыз. Менің ойымша, бұл біздің терең адамдық табиғатымыз. Гомеостаз, когеренттілік және өміршеңдік. Енді сіз білетіндей, автономды жүйке жүйесі, әрі қарай АЖЖ, екі ішкі жүйеге бөлінеді: симпатикалық және парасимпатикалық. Өздеріңіз білетіндей, симпатикалық жүйке жүйесі белсендірілген кезде еріксіз санаға тәуелсіз реакциялар басталады. Тыныс алу жиілейді, жүректің ырғағы жоғарылайды, терлеу күшейеді, көз шарасы кеңейеді, тағы да басқалары. Бұрын болған немесе болу мүмкін қауіпті сезгенде ұры немесе қаш реакциясын іске қосу оның негізгі қызметі. Бұл жүйе бізді сыртқы ортадан қорғауға арналған. Парасимпатикалық жүйке жүйесі симпатикалық функцияны тікелей қарама-қарсы функцияларды орындау арқылы толықтырылады. Егер автономды жүйке жүйесі, мәселен автомобиль десек, онда парасимпатикалық жүйе бұл тежегіш, ал симпатикалық жүйе үдеткіш болады. Автономдық жүйке жүйесінің екі бөлімі де жүрек пен ми арасындағы үздіксіз байланысты қамтамасыз етеді. Жүрек пен мидың арасындағы өзара жүйке байланысы дененің басқа ағзаларына қарағанда ерекше көп екенін айта кету керек. Бұл екі жүйе, симпатикалық және парасимпатикалық, біздің денеміздегі гомеостазды, яғни бұл барлық жүйелердің салыстырмалы тепе-теңдігін сақтау, гомеостазды сақтау үшін жұмыс істейді. Дене гомеостаз күйінде болғанда, яғни барлық жүйелері үйлесімді жұмыс істеп, энергияны ең аз мөлшерде жұмсағанда, біз өзімізді қауіпсіз сезінеміз. Дәл осы гомеостаз күйінен біз жүйелі түрде әрекет етіп, жүйке жүйесіне ықпал ете аламыз. Когеренттілік эмоцияларын сезіну үшін жүрек пен ми арасындағы нейрондық байланыстар теңдестірілген және үйлесімді түрде оңтайлы жұмыс істеу керек. Осылайша, жүрек реттелген, когерентті ырғақта соғып тұрғанда, ол автономды жүйке жүйесін үйлесімділікке әкеледі. Бұл өз кезегінде миымыздың жұмысын жақсартып, біздегі шығармашылықты, ұтымдылықты, зейін мен ынтаны арттырады. Өздеріңіз білетіндей, когеренттілікке қарама-қарсы нәрсе ол инкогеренттілік. Жүрек инкогерентті соққанда біз өзімізді жайсыз сезінеміз, мазасызданамыз, сондай-ақ ештеңеге назар аудармаймыз. Дене жан сақтау күйінде жұмыс істейтіндіктен, біз жоғары адамгершілік пен құдіретті эмоцияларға қарағанда хайуандық, қарабайыр табиғатымызды көбірек тыңдаймыз. Инкогеренттілік стрессті тудырады. Бұл біздің сыртқы ортамыздағы тұрақсыздық пен тәртіпсіздікке дене ақыл ойының реакциясы.
Егер өзімізді қауіпсіз сезінген кезде парасимпатикалық жүйке жүйесі белсендірілгенімен, симпатикалық жүйке жүйесі әдетте керісінше болады. Өзіміздің осалдығымызды сезінген кездегі күйзеліс міндетті түрде белгілі бір оқиғамен байланысты емес, бірақ ол оқиғаға бағынбайтын эмоционалды реакциялардың нәтижесі. Гомеостаз жағдайында сіз денені күрделі, жақсы бапталған машина ретінде қабылдай аласыз. Бірақ наразылық, ашу-ыза, қызғаныш, шыдамсыздық, көңілсіздік сияқты эмоциялар басым болғанда, ішкі тепе-теңдігіңіз жоғалады. Соңғы рет күйзелісті бастан өткерген кездегі жағдайыңызды еске түсіріңіз. Сіз бытыраңқылықты сезінген шығарсыз. Белгілі болғандай, жүрек өзін осылай сезінеді. Ол жиі ырғақпен соға бастайды. Созылмалы күйзеліс жағдайында дене гомеостазды сақтау үшін күреседі де, біз онымен байланысты көптеген белгілерден зардап шегуіміз мүмкін. Тұрақты күйзеліс біздің денеміздің айналасындағы көрінбейтін өрістен энергияны шығарып, өмір күшін сарқып, қайта қалыпқа келуге аз уақыт қалдырады. Нәтижесінде біз дененің стресс гормондарына деген қажеттілігіне байланысты тәуелділік ілмегіне түсеміз. Ал ондай жағдайда үйлесімсіздік пен бейберекетсіздікті қалыпты сезіне бастаймыз. Бірақ мұның құны қандай? Ұзақ уақытқа созылған күйзеліс зиянды болуы мүмкін. Майо клиникасында жүргізілген жүрек қан тамырлары аурумен ауыратын адамдардың зерттеуіне сәйкес, психологиялық стресс болашақты түрлі жүрек проблемаларының ең күшті хабаршысы болды. Соның ішінде жүректің тоқтап қалуынан болатын өлім, жүрек соғысының баяулауы және инфаркт бар. Созылмалы күйзеліс жағдайында өмір сүретін адамдардың көпшілігі инфаркт алғанда оны тіпті өздері білмейді екен. Егер жүрек инкогерентті түрде ұзақ уақыт жұмыс істесе, яғни теңдік сақталған және реттелген қалыпта болмаса, ерте ме кеш пе ол бұзылады дегенді өзгермейтін факт ретінде мойындау керек. Жүрек математикасының институты анықтағандай, күйзеліспен күресудегі негізгі тұжырымдама қолайсыз жағдайларға немесе қиындықтарға дайын тұру және стресске бейімделу қабілеті. Өміршеңдік пен эмоцияны басқару, энергияны реттеуге, стрессті қалпына келтіруге және денсаулық пен гомеостазды сақтауға байланысты көптеген маңызды физиологиялық процестер үшін өте маңызды. Жүрек соғу жиілігінің өзгермелілігі. Жүрек пен ми арасындағы байланыс. Біз миымыз биологиямызды басқарады деп ойлауға дағдыланғанбыз. Бұл ішінара дұрыс, бірақ жүрек өзіндік ырғағы бар орган. Яғни жүрек соғысын ми емес, өзінің ішкі жүйесі тікелей басқарады. Мысалы, Рингердің тұзды ерітіндісіне салынған жүрек мимен қандай да бір неврологиялық байланысы болмаса да, ұзақ уақыт бойы соғып тұратыны ғылымға белгілі. Эмбрионның жүрегі ми пайда болғанға дейін шамамен 3-ші аптада соға бастайды. Эмбрионның жүрегі ми пайда болғанға дейін шамамен 3-ші аптада соға бастайды. Ал мидың электрлік белсенділігі 5-ші немесе 6-ші аптаға дейін пайда бола бастайды. Бұл бізге жүректің орталық жүйке жүйесімен байланыс орнатуға қабілетті екенін көрсетеді. Жүректі бірегей органға айналдыратын тағы да бір фактор, оның құрамында автономды жүйке жүйесінің екі бөлімінің де симпатикалық және парасимпатикалық бөлімі жүйке талшықтары бар. Бұл парасимпатикалық және симпатикалық жүйке жүйесіндегі кез келген өзгеріс жүректің жұмысына, оның әрбір жиырылуына әсер ететінін білдіреді. Мұны түсіну маңызды, өйткені біз оны білеміз бе жоқ па, біз сезінетін әрбір эмоция жүрекке әсер етеді. Бұл орталық жүйке жүйесіне тікелей хабарланады. Осыған байланысты жүрек, лимбиялық ми және автономды жүйке жүйесі өте жақын қарым-қатынаста болады, өйткені олардың біреуінде тепе-теңдік немесе оның болмауы екіншісіне әсер етеді. Автономды жүйке жүйесінің сыйымдылығы болып саналатын лимбиялық ми эмоционалды ми деп те аталады. Сондықтан эмоцияларыңызды өзгерту арқылы сіз еріксіз миға әсер етесіз. Бүгінгі күні ғылым жүрек соғу жиілігінің өзгермелігін талдау арқылы адамның жүрек соғу негізінде ақпаратты шамамен 75% дәлдікпен анықтай алады. ЖСО бұл жүрек соғу жиілігінің өзгермелігіне әсер ететін сыртқы орта мен психиканың әсерін өлшеуге мүмкіндік беретін физиологиялық құбылыс.
Басқа нәрселермен қатар жүрек соғу жиілігінің өзгермелігі, жаңағы ЖСО-мыз, ол сол арқылы біздің жүрегіміз бен жүйке жүйеміздің икемділігін, сондай-ақ психикалық және эмоционалдық өміріміздің қаншалықты теңдестірілгенін өлшеуге болады. Жүрек соғу ырғағын зерттей отырып, ғалымдар эмоциялардың қалай болатынын, оның әл-қуатқа қалай әсер ететіні туралы түсінігімізді тереңдететін үлгілерді шығара алады. Осыған байланысты ұзақ мерзімді ЖСО зерттеулері бізге жүрек пен ми арасындағы байланысқа ерекше көзқарас ұсынады. Кейбір зерттеулер өзгермеліктің орташа деңгейі өмірдегі қиындықтарға жақсы бейімделуге мүмкіндік беретінін көрсетеді. Ал жүрек соғу жиілігінің төмен деңгейі алдағы уақытта, яғни болашақтағы денсаулығымызда орын алатын өзгерістерді, соның ішінде өлімге әкелетін күрделі сырқаттарды көрсетеді. Сондай-ақ, жүрек соғу жиілігінің өзгермелігі төмен көрсеткіші денсаулықтың барлық бұзылыстарымен байланысты. Бірақ ол жас ұлғая төмендей береді. Өзгергіштік үлгілері соншалықты тұрақты, әдетте ғалымдар жүрек соғу жиілігінің өзгермелігі көрсеткіштерін көргенде пациенттің жасын 2-3 жылдық ауытқушылықпен дәл табады. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде соғып тұрған жүрек ырғағы мықты денсаулықтың белгісі деп есептелді. Енді біз оның жүректің әрбір соғысын тіпті ұйықтап жатқанымызда да өзгеретінін білеміз. Зерттеу барысында ғалымдар жүрек соғу жиілігінің өзгермелігін диаграммасында кодталған ақпаратты оқуды үйренді. Жүрек соғу жиілігінің шыңына қарағанда соққылар арасындағы жиілікке көбірек назар аударды. Бұл Морзе кодына ұқсас, онда біз хабарламаларды сигнал беру аралықтары арқылы қабылдаймыз. Біздің жүрегімізде оның жиырылуы арасындағы интервалдар мен дене арасындағы байланысты қамтамасыз ететін күрделі берілістер, яғни трансмиссиялар бар. 1990 жылдары ЖСО, яғни жүрек соғу жиілігінің өзгермелігі, осыны зерттеушілер, егер адам өзінің жүрегіне назар аударып, ризашылық, қуаныш, жанашырлық сияқты жоғары эмоцияларды сезінсе, жүрек ырғағындағы когерентті үлгілерді байқауға болатынын анықтады. Керісінше, егер адамдар стресстік эмоцияларды бастан кешірсе, олардың жүрек ырғағы инкогерентті, яғни тұрақсыз, секірмелі болады деген қорытындыға келді. Бұл жаңалық эмоционалды күйлерді ЖСО үлгілерімен байланыстыруға мүмкіндік береді. Бірінші суретті қараңыз. Сондай-ақ зерттеушілер жүрек соғу жиілігі 1 минуттағы соққылар саны дегеніміз, яғни жүрек соғу жиілігі мен ырғақ жеке биологиялық факторлар екенін байқады. Мысалы, үйлесімділікті сақтай отырып та адамның жүрек соғу жиілігі жоғары болуы мүмкін. Осы жерден жүрек ырғағы денедегі когерентті ішкі күйлерді тудыруы мүмкін деген қорытынды жасалды. ЖСО когеренттілік паттерніне өткен кезде автономды жүйке жүйесінің екі бөлімінде, сондай-ақ жоғары деңгейлі ми орталықтарында синхрондылық пен үйлесімділік артады. Батыс медицинасының классикалық қағидаттары бізге еріксіз және ерікті жүйке жүйелері арасындағы айырмашылық туралы айту, былай тұрсын, автономды жүйке жүйемізге басшылық жасау мүмкін емес деп сендіріп келді. Себебі мұндай функциялар біздің санамыздың әсерінен тыс жүредіміз. Алайда біз қазіргі таңда мұндай дүниені жасау үшін йоги немесе рухани ізденуші болудың қажеті жоқ екенін білеміз. Жай ғана табиғатпен етене болып, одан көп нәрсе үйренуге болады. Жүрек математикасы институтында әскери қызметкерлерге, тәртіп сақшыларына, мектеп қызметкерлеріне, спортшыларға және басқа да психологиялық жоғары жүктемесі бар қызметкерлерге жүрек когеренттілігінің маңыздылығын үйрететін себептердің бірі, бұл адамдар санасы сергек, кез келген стресстік жағдайларда тез шешім қабылдай алатын және өзін-өзі ұстай білетін қабілетке ие болып шығады. Жүрек когеренттілігінің пайдасы. Біз бойымыздағы жоғары эмоцияларды дамытқан сайын, егер оның амплитудасы жеткілікті деңгейде болса, когерентті сигнал ми орталықтарына бірақ жетеді. Денеден осы эмоцияларға сәйкес химиялық заттар бөлінеді. Оны біз сезім деп атаймыз, және мұндай жағымды құбылыс бізге жеңілдік пен еркіндік береді. Басқаша айтқанда, біздің бүкіл болмысымыздың энергиясы артады. Егер сіз қауіпсіз ортада жайлылық сезінсеңіз, бұл сезімнің энергиясы өсу мен сауығуға ықпал ететін денедегі кем дегенде 1400 биохимиялық өзгерістер каскадын іске қосады.
Денеңіздегі көрінбейтін өрістен энергияны тартып, оны химиялық заттарға айналдырудың орнына, енді сіз бұл өрісті күшейтіп кеңейтесіз. Осылайша энергияның өзгеруін көрсететін химиялық заттардың жаңа экспрессиясын тудырасыз. Қалай? Егер біз теңгерімсіз күйде болған кезде дененің алғашқы үш энергия орталығы энергияны тұтынатын болса, онда жүрек оны таратады. Жоғары эмоцияларды тудыру ниетімен біз төртінші орталыққа назар аударған кезімізде когерентті энергия жүрегімізді барабан сияқты соққылуға мәжбүр етеді. Когерентті ырғақты соққылар біздің жүрегіміз бен бүкіл денеміздің айналасында нақты өлшемі бар магнит өрісін тудырады. Бұл физикалық өлшемі бар дыбыс толқын тудыратын барабанның мақсатты соққыларына ұқсайды. Жүректің когерентті ырғағы да тура солай жұмыс істейді. Оның күші неғұрлым пәрменді болса, адамның биомагниттік өрісі де соғұрлым кең болады. Екінші жағынан, біз ренжіген, ашуланған, қызғанған кезде жүректен миға келетін сигнал инкогерентті болады. Бұл осы сезімдерге баламалы 1200-ге жуық химиялық заттардың бөлінуін тудырады. Бұл химиялық секрециялар шамамен 90 секундтан 2 минутқа дейін созылады. Осындай қысқа уақыт ішінде күйзелу сезімдері бізге зиян тигізбейді. Шындығында, егер олар дұрыс жұмыс істесе, біздің өміршеңдігімізді жақсартады. Алайда ұзақ уақыт бойы шешілмеген күйде қалған тіршілік үшін күрес эмоциялары бүкіл денеде инкогеренттілік жағдайын тудырады. Бұл біздің денсаулығымызды стресс салдарынан туатын асқынуларға дәрменсіз етеді. Тірі қалу эмоциялары энергияны дененің айналасындағы өрістен шығарады. Бұл бізді бөліну сезімін сезінуге және әлемге материалистік көзқараспен қарауға мәжбүр етеді. Өйткені біз денемізге, қоршаған ортаға, уақытқа және проблемаларымыздың қайнар көзіне назар аудара отырып, материяға көп көңіл бөлеміз. Жүрек математика институтының ең маңызды жаңалықтарының қатарында мыналар бар. Біздің минуттық және секундтық сезімдеріміз жүрекке әсер етеді. Ал біздің сезімдеріміз бен эмоцияларымыз жүрек даналығын оятудың негізгі аспектісі. Сезімдер мен эмоциялар магнит өрісін тудыратын энергияны білдіргендіктен, жоғары сезімдер неғұрлым күшті болса, магнит өрісі соғұрлым пәрменді болады. Денеде ең күшті магнит өрісін тудыратын ағза ол жүрек. Ол ми жасай алатын өрістен 5000 есе күшті. Саусағыңызды білегіңізге қойып, импульсті сезініңіз. Бұл қан қысымы толқыны деп аталатын энергия толқыны, және ол бүкіл денеде қозғалады да барлық ағзаға, соның ішінде миға әсер етеді. Жүректің магниттік импульсі әр жасушаға беріліп қана қоймайды, сонымен қатар дененің айналасында 8-ден 10 футқа дейінгі радиуста өріс жасайды. Оны магнитометр деп аталатын сезімтал сенсормен өлшеуге болады. Жүрегіңіздегі жоғары эмоцияларды ояту арқылы төртінші орталықты іске қосқанда, сіз бұл энергияны әр жасушаға таратып қана қоймай, сонымен қатар бұл сезімдерді сыртқы кеңістікке бересіз. Осылайша жүрек биологиядан асып, физикалық өлшемге ауысады. Жүрек соғу жиілігінің сапасы біздің денсаулығымызға әсер етеді. Қайталаймын. Жүрек соғу жиілігінің сапасы біздің денсаулығымызға әсер етеді. Егер жүрек үйлесімді ырғақпен соғып тұрса, оның жұмысы дененің басқа жүйелеріне стрестің әсерін азайтып, біздің энергиямызды барынша арттырады және психикалық, эмоционалды, физикалық тұрғыдан өмір сүретін жағдайларды тудырады. Егер жүректің ырғағында үйлесімсіздік пайда болса, бәрі керісінше болады. Жүрек инкогеренттілігі денсаулықты қалпына келтіретін, сақтайтын және ұзақ мерзімді өзін-өзі дамыту жобаларына пайдалануға болатын энергияны алып тастайды. Бұл біздің ішкі күйімізде теңгерімсіздік тудырып, ағза мүшелерімізге көбірек жүктеме түсіреді. Мәселен, инфаркт немесе тағы да басқа жүрек аурулары денедегі ұзақ уақыт бойы сақталған стрестің әсерінен пайда болады. Алайда жоғары эмоцияларды әдейі таңдағанда дисгармонияға мейлінше аз көңіл бөліп, ризашылыққа көбірек назар аударсақ, денеміз де бізге ризашылықпен жауап береді. Сол себепті денсаулығымыз жақсарады. Келесі жолы сіз болашағыңыздың толқынына шығу үшін жоғары эмоцияларды қолданып,
келешекте болатын оқиғалардың алдында сол сезімдерді сезінсеңіз және осы оқиғалардың орын алатынына шүбәсіз сенсеңіз, онда денсаулығыңызды сауықтырып жатқаныңызды білуіңіз керек. Созылмалы стресс неге қауіпті? Біз созылмалы күйзеліске ұшыраған кезде жүрек орталығы когеренттілігін жоғалтады. Бұл біздің шығармашылық қабілеттерімізді басады. Жүректің тұрақсыз ырғағына жауап ретінде мидың жұмысы өте бытыраңқы болады да, автономды жүйке жүйесінің екі бөлімінде де инкогеренттілік көрінеді. Егер парасимпатикалық жүйе тежегіш рөлін, ал симпатикалық жүйе үдеткіш рөлін атқарса, олардың жұмысында үйлесімділік жоғалады да, дене құдды бір тежегішті басқандай жағымсыз хабарламалар алады. Мұндай қарама-қарсы күштерді қолданудың салдарын түсіну үшін механика саласынан арнайы білім алудың қажеті жоқ. Біз тежегішті тоздырып, беріліс қорабына қауіп төндіреміз, ал оған қарсылық орасан зор энергияны жоғалтады, немесе басқаша айтқанда отынның тиімділігін төмендетеді. Бұл денені әлсірететін күйзеліске әкеледі. Соның салдарынан біз денсаулықты қалпына келтіру қабілетін жоғалтып, өмірлік энергиямызды ысырап етеміз. Күйзеліске неғұрлым тәуелді болсақ, соғұрлым жүрегімізді ашуға, өз-өзімізге терең бойлауға, саналы түрде жүрек келісімін, яғни когеренттілігін жасауға бейімді бола алмаймыз. Мысал ретінде мен сізге басымнан өткен оқиғаны айтып берейін. Ол кезде Вашингтон штатының ауылдық округінде тұратынмын. Қараша айының қара суық кештерінің бірінде жұмыстан келіп, әдеттегідей көлігімді аулаға қойдым да үйге қарай беттедім. Көлікті қойған жер мен үйдің арақашықтығы шамамен 40 метрдей болатын. Айнала тас қараңғы. Хош, сөйтіп есікке 25 метрдей қалғанда, оң жағымдағы қойтастардың ар жағынан бұталардың арасынан ырылдаған дыбыс естілді. Мен бірден материяға, яғни материалдық нәрсеге назар аударып, қараңғылықта бұл не болды екен деп ойладым. Жалма-жан жауап іздеп, ақыл ойымды шарлай бастадым. Бұл не екен? Жыртқыш па әлде менің иттерімнің бірі ме? Мен олардың лақап атын айтып, бірінен соң бірін шақырып көрдім, бірақ ешқандай жауап белгісі болған жоқ. Үнсіз аңдысып тұрмыз. Қанша уақыт тұрғанымды білмеймін, сосын ақырын үйіме қарай бірнеше қадам жүрдім. Қорқынышты дыбыс күшейе түсті. Төбе шашым тік тұрып, жүрек соғу жиілігі мен тыныс алу күшейіп, өзімді қорғауды немесе қашуды ойлап тұрған кезде, денедегі энергияны түрлендіру, дамыту туралы ойлау қайда? Мен ұялы телефонымды алып, жарығын қостым да не екенін көрмек болып, қауіпті жаққа қарай бағыттадым. Бірақ қауіптің көзін таппадым. Алайда қорқынышты дауыс күшейе түсті. Ақырын артқа шегініп, кешкілік жалдамалы жұмысшылар жылқыларын қамап қоятын ат қораға қарай келдім. Жұмысшыларға мән жайды айтып, олармен бірге мылтық қолшамымызды алып, бұталардың арасында жасырын жатқан не екенін білу үшін қайта келдік. Дауыс шыққан жаққа жақынырақ барып қарасақ, бұтаның түбінде күшіктерін қорғаштап жабайы пума жатыр. Сірә орманнан адасып келген болу керек. Сіз бұл оқиғадан мынаны түсінсеңіз болады. Мұндай стресстік жағдайда жүрек түпкіріне үңілу, оның сырын ашуға тырысу немесе белгісіз тылсымға тәуекел ету дегеннің бәрі бекер болып қалады. Сыртқы әлемге назар аудармастан, ақыл-ойдың жаңа мүмкіндігіне жетуге тырысу дегенде бос әңгімеге айналады. Бұл жүгіретін, күресетін, қажет болса шайқасатын уақыт, яғни сын сағаты туған шақ. Алайда сіздің өміріңіз үнемі осындай күйде болса, құдды бұтаның арасында әлде бір жыртқыш жасырын жатқандай, стресс жағдайында өмір сүріп жатсаңыз, шын мәнінде көзіңізді жұмып, денеңізді бусандырып, жүрек тереңіне барғыңызда келмейді ғой. Өйткені сіз сыртқы әлемдегі қауіп-қатерге алаңдап, оған ұдайы назар аударып отыруыңыз керек. Ал мұндай жағдайда сіздің жүйке жүйеңізге ешқандай жаңа ақпарат кіре алмайды. Сондықтан да сіз жан мен тәнді жаңа тағдырға, жақсы өзгеріске бағдарламалай алмайсыз. Жүректің миы. 1991 жылы медицина ғылымдарының докторы Эндрю Армор жүректің ойлана алатындығын дәлелдеді. Яғни бұл жүректің өз ақыл ойы бар екенін білдіреді. 40 мыңнан көп те, аз да емес нейроны бар жүректің мидан тәуелсіз жұмыс істейтін жүйке жүйесі бар. Қайталаймын. 40 мыңнан көп те, аз да емес нейроны бар жүректің мидан тәуелсіз жұмыс істейтін жүйке жүйесі бар.
Бұл жүйе жүректің ішкі жүйке жүйесі техникалық терминімен белгіленеді, бірақ көбінесе қысқарған түрде жүректің миы деп те аталады. Жаңалықтың керемет болғаны соншалық, нәтижесінде ғылымның нейрокардиология деп аталатын жаңа саласы пайда болды. Жүрек пен ми эферентті, яғни төмен түсетін, және афферентті, жоғары көтерілетін өткізгіш жолдармен байланысқан. Дегенмен жүйке талшықтарының 90% жүректен миға дейін созылады. Армор осы тікелей афферентті жолдар мидың жоғары когнитивті және эмоционалды орталықтарына сигнал беріп, оның белсенділігін өзгертетінін анықтады. Сигналдар бас сүйек жүйкесі арқылы қосылып, одан әрі тікелей таламусқа, таламус деген ойлау, қабылдау және тілдерді түсіну сияқты кортикалды әрекеттерді синхрондайды. Таламусқа, содан кейін фронталды миға. Фронталды ми деген ол мотор функциялары мен есептерді шешуге жауапты. Фронталды миға және мидың өмір сүру орталығына, амигдалаға, яғни эмоционалды есте сақтауды білдіреді. Осы амигдалаға өтеді. Амигдаланың орталық жасушалары тіпті жүрек соғу жиілігімен синхрондалады. Екінші суретті қараңыз. Бұл дегеніміз, егер сіздің жүрек орталығыңыз ашық болса, ол мидың өмір сүру орталығын тексереді. Сіздің жүрек орталығыңыз неғұрлым кеңірек ашылса, жүрек когеренттілігі соғұрлым жоғары болып, күйзеліске түсу жағдайы азаяды. Керісінше жағдайда, жүрек орталығында энергия неғұрлым аз болса, соғұрлым сіз жан бағу күйінде өмір сүресіз. Бұл біздің сезімдеріміз бен жүрек ырғағымыз эмоционалды естеліктер мен реакциялардың көрінісіне әсер ететінін көрсетеді. Сондықтан стресс пен мазасыздық біздің бұрынғы мазасыздық әдетімізге сәйкес келетін ми толқындардың үлгілерін тудыруы мүмкін. Керісінше жағдайда үлгілерді салыстыратын компьютер сияқты жоғары жүрек эмоциялары ми толқындарының үлгілерінде когеренттілікті тудыруы мүмкін. Сондықтан егер сіз жоғары күйлерді құру арқылы болашағыңыздың сезімдерін шақырсаңыз, ми сол эмоциялар немесе жаңа тағдыр үшін жүйке желілерін құра бастайды. Армор ашқан афферентті жүйке жолдары жүректің ми жарты шарынан алынған ақпараттың көмегінсіз тәуелсіз эмоцияларды өңдейтінін, қоршаған ортаға тікелей жауап беретінін және оның ырғағын реттейтінін дәлелдейді. Бұл жүрек пен автономды жүйке жүйесінің әрқашан бірге жұмыс істегендіктен мүмкін болады. Сондай-ақ хабарламаға ықпал ететін жүйке талшықтары жүрекке өз жұмысын сезінуге, есте сақтауға, реттеуге және жүйке жүйесіне қарамастан өзін-өзі бақылау туралы шешім қабылдауға мүмкіндік беретінін атап өткен жөн. Қарапайым тілмен айтқанда, жүректе пайда болатын эмоциялар мен сезімдер біздің ойымызда ақпаратты өңдеуде, әлемді және ондағы өз орнымызды сезіне білуде маңызды рөл атқарады. Жүрек орталығы белсендірілген кезде ол миға серпін беретін күшейткіш ретінде әрекет етеді. Оның белсенділігін арттырады. Сонымен қатар бүкіл денеде тепе-теңдік пен когеренттілік тудырады. Жүрекпен үйлескен өмір. Жоғарыда айтып өткеніміздей, сіз ойлаған әрбір ой эквивалентті химиялық реакцияны, бұл өз кезегінде эмоцияны тудырады. Осылайша, сіз өзіңіздің эмоционалды күйіңізге тең келетін ойларды ғана өндіре аласыз. Енді біз студенттеріміздің өз жүрегімен үйлесіп, тұтастық пен бірлікті сезінгенде армандарына жақындайтынын білеміз. Олар ризашылықты, қуатты, еркіндікті немесе сүйіспеншілікті сезінгенде аталған эмоцияның барлығы тиісті ойды оятады. Осы бір шын жүректен шыққан эмоциялар автономды жүйке жүйесін жаңа болашақ туралы ойлармен теңестіруге мүмкіндік беретін түп сана ақыл ойының есігін ашады. Сондай-ақ біз, егер студенттер әлденеден қорқып немесе бір нәрсеге мұқтаж бола тұра, өздерін қауіпсіз сезінуге тырысса, олардың өзгеріске әсер ете алмайтынын білеміз. Өйткені өзгертуші ойлар эмоционалды күйде болған кезде ғана жүзеге асуы мүмкін. Сіз қалағаныңызша жағымды ойлауыңызға болады, бірақ осы ойларға сәйкес келетін сезімдер мен эмоциялар болмаса, бұл хабарды дене сезбейді немесе түсінбейді. Сондықтан, сіз ешкімнен, ештеңеден қорықпаймын деп, батылдығыңызды қанша жерден дәлелдей беріңіз, әйткенмен шын мәнінде іштей әлденеден қорықсаңыз, қорықпаймын деген ой ешқашан ми бағанасынан өтпейді. Яғни сіз автономды жүйке жүйесіне
жаңа тағдыр жасау туралы сигнал жібере алмайсыз. Есіңізде болсын, сезім ғана тағдырыңызды өзгерте алады. Демек, автономды жүйке жүйесін ынталандыратын эмоционалды энергия тудыратын да тек қана сезім. Сезімсіз сіз ми мен денені біріктіре алмайсыз. Яғни денсаулық туралы ой мен денсаулық сезімін үйлестіріп, болмыс күйін жүзеге асыра алмайсыз. Энергияны өзгерту арқылы сіз тұрақтылыққа әсер ете аласыз. Егер күнделікті жоғары эмоцияларды сезінсеңіз, сіздің ішкі ақылыңызға сүйене отырып, алдыңғы тарауларда сипатталғандай денеңіз тиісті генетикалық өзгерістер жасай бастайды. Бұл денеңіздегі сіз сезінетін эмоция сыртқы ортада болған тәжірибеден туындайды деп сенгеннен болады. Сондықтан сіз жүрек орталығын ашқанда, тәжірибе алдында жоғары эмоцияларды сезінгенде, дене болашақты бастан өткергендей әрекет етеді. Содан кейін жүрек-ми когеренттілігі сіздің денеңіздің химиялық құрамы мен энергиясына әсер етеді. Егер жүрек-ми когеренттілігі бүкіл дененің оңтайлы жұмысына және денсаулығына әкелсе, онда сіз күн сайын жүрек орталығын белсендіруге уақыт бөлуіңіз қажет. Жоғары сезімдерді бастан кешіру үшін сырттан әлде қандай қуанышты хабардың себеп болғанын күтпей-ақ саналы түрде таңдағанда, сіз шын мәнінде жүрекпен әрекет ететін тұлғаға айналасыз. Сіз жүрек қалауымен өмір сүрген кезде табиғи түрде сүйіспеншілікті таңдайсыз да, оны өз ортаңызға да, басқаларға да, бүкіл планетаға да жанашырлық пен қамқорлық арқылы көрсетесіз. Жүрек математика институтымен ынтымақтастық барысында біздің студенттер тиісті тәжірибе арқылы сыртқы әлемдегі оқиғаларға қарамастан жоғары сезімдер мен эмоцияларды тудыруға және реттеуге болатынын көрсетті. Бүкіл әлем бойынша өткізілетін семинарларымызда біз студенттерге жүрек пен ми когеренттілігін дамыту жолдарын үйретеміз. Ол үшін олар жүрек соғу жиілігін реттеу арқылы жоғары сезімдерді сақтау тәжірибесін меңгереді. Содан кейін HRV мониторларының көмегімен олардың қабілетін өлшейміз. Медитация барысында біз студенттерден ризашылық, қуаныш, махаббат сезімдеріне бой алдыруын сұраймыз. Сондай-ақ бұл тәжірибені күн сайын өз бетінше, яғни біздің басқаруымызсыз жасаудың пайдасын түсіндіреміз. Адам когеренттілік жағдайында болуды қаласа, бұл әдетке айналады. Қайталаймын, адам когеренттілік жағдайында болуды қаласа, бұл әдетке айналады. Тиісті тәжірибеден соң біздің студенттер өздерінің ескі психикалық көзқарасын жоғары эмоциялармен алмастырып, өз өмірлеріне шексіз риза болады деп үміттенемін. Тәжірибе барысында біз көптеген жағдайға куә болдық. Студенттеріміздің арасында ойлар мен сезімдердің парадигмасын ауыстыру арқылы олардың өміріне жағымды әсер тудыру мүмкін екенін көрсететін мысалдар бізде жетерлік. Аталмыш шеберлікті игерген адамдар үйіне оралғаннан кейін отбасына, қоршаған ортасына жағымды әсер етіп, өз өрістерінің әсерін дәйекті түрде кеңейтіп, бүкіл әлемде үйлесімділік деңгейін арттырады. Уақыт өте келе жоғары сезімдердің тұрақты сезімі жаңа эмоциялық бағдар жасайды. Сондай-ақ ол осы жоғары сезімдерге тең келетін жаңа ойлар жиынтығын құруға дәйекті түрде әсер ете бастайды. Жаңа ойдың жиынтығы ақыл ойдың жаңа деңгейін тудырады. Содан кейін сол ойларға сәйкес келетін эмоцияларды тудырып, тұрақты бағдарды күшейтеді. Жүрек пен ақыл арасындағы кері байланыс циклы пайда болған кезде, сіз болмыстың мүлдем жаңа күйіне өтесіз. Яғни терең махаббат пен ризашылықтың шексіз ақыл ойы мен энергиясын ашасыз. Бұл процесті қайталау сіздің жаңа күйіңізге сәйкес дене мен ми параметрлерін өзгертуді қамтамасыз етеді. Содан кейін сіз бейсаналы түрде басқа электромагниттік қолтаңбаны кванттық өріске жібере бастайсыз. Адамзат тарихындағы бетбұрыс кезеңі бізге ежелгі даналық пен қазіргі ғылымның бірігіп эмоцияларды тиімді әрі табиғи түрде басқаруға мүмкіндік беретін технологияны және бұл жағдайдың денсаулығымызға, қарым-қатынасымызға, жеке және ұжымдық эволюциямызға қандай әсері бар екенін ғылыми тұрғыда түсіндіретін жолды ұсынды. Ол үшін тау қопарудың қажеті жоқ. Тек қана өзіміздің ішкі күйімізді өзгерту керек. Бұл бізге басқаша өмір сүруге мүмкіндік береді және стресстік жағдайларды энергиямен қамтамасыз ететін, рухымызды толтыратын, сондай-ақ бізді тұтастық, өзара байланыс сезіммен қалдыратын жағымды тәжірибелермен алмастырады. Ми әртүрлі жағдайды ойлауы мүмкін. Бірақ сіз
жүрегіңізді қабылдау құралына айналдырсаңыз, ми оны біліп алады. Семинардан алынған мысалдар. 3 А суретте студенттеріміздің бірінің кеңейтілген семинарда жасалған HRV талдауын көресіз. Студент бұл күнді өте әсерлі өткізген байқауға болады. Бұл диаграмма 2 медитацияны көрсетеді. Біріншісі таңертең, ал екіншісі түскі астың алдында жасалған, және әрбір блок нақты ұзақтықтың 5 минутын білдіреді. Оңға бағытталған алғашқы көрсеткіш жебені көргенде, студент жүрек келісімі күйіне еніп, оны ұстайды. Таңертеңгі сағат 6:00-де медитация кезінде ол бұл жағдайды 50 минуттан артық ұстаған. Оңға бағытталған екінші көрсеткіш жебені көргенде, студент түскі асқа дейінгі медитация кезінде 38 минут ішінде жүрек келісімі, яғни когеренттілігі күйіне қайта оралады. Сіз оның шеберлігін қалай дамытқанын кестеден көре аласыз. Сол күні түстен кейін келесі медитация кезінде ол қайтадан жүрек когеренттілігі күйіне енген. Ендігісі 45 минут. Бірақ ең керемет нәрсе кешкі сағат 20:00 шамасында болады. Оңға бағытталған екінші көрсеткіш жебені қараңыз. Топтық медитация болмағандықтан біз студенттен өз тәжірибесі туралы айтып беруін сұрадық. Ол кешкілік ұйықтауға жатқанда кенет сүйіспеншілікке толы сезім бойын баурап алады. Оның күшті болғаны соншалық, сөйтіп ол сезімге толық беріледі. Жүрегі өздігінен үйлесімділік күйіне еніп, келесі 1 сағат 10 минут бойы төсекте жатып, өз өміріне деген терең сүйіспеншілігін сезінген. Студент өзінің автономды жүйке жүйесіне еркінен тыс, бейсаналы түрде өзгерістер енгізеді. Сіздер тамашалап отырған кестенің соңындағы тік сызық студенттің айтуынша бір жақ бүйіріне бұрылып, ұйықтап кеткенін білдіреді. Қалай ойлайсыз? Күніңді ойдағыдай аяқтаудың тамаша жолы емес пе бұл? Мынаны бір сәт ойлаңыз. Болашақта бізді не күтіп тұрғаны белгісіз, бірақ қорқынышты немесе алаңдатарлық ойлар санаға оңай келеді. Біз жаман нәрселерді алдын ала болжап тұрғандай боламыз. Әрі сол қиялдағы оқиғаларды эмоционалды түрде елестетіп, қайта-қайта ойша бастан кешіреміз. Сіз белгілі бір ойға неғұрлым көп энергия жұмсасаңыз, оның салдары туралы көбірек ойлайтынымызды және сайып келгенде бұл ойлар бізді оқиғаның ең нашар сценарийіне әкелетінін білесіз бе? Мұндай ойлар өзіне ұқсас эмоциялармен қоректенеді. Сіз қорқыныш немесе мазасыздық жағдайында ақыл-ойдың рөлін денеге бересіз. Егер бұл ұзақ уақытқа созылса, денеде дүрбелең шабуылдар болуы мүмкін. Бұл ақыл-ой басқара алмайтын стихиялық реакция. Егер сіз денеңізді қорқыныш пен мазасыздыққа толы ақылға бағыттаудың орнына ұзаққа созылған жоғары эмоцияларды бастан кешіріп, сүйіспеншілік пен үйлесімділікке толы ақылға бейімдесеңізше, дүрбелең шабуылы қайтадан қайталану мүмкін деген ойдан қорқудың орнына, керісінше махаббат шабуылын күтіп, болашаққа қуанышпен қарауға болады. Тағы да 3 түрлі мысал көрсетілген 4-ші суретті қараңыз. Мұнда студенттер ұзақ уақыт бойы жүрек үйлесімділігін сақтаған. Мұқият қарасаңыз, барлық студенттің жүрегі кем дегенде 45 минут бойы жоғары эмоциялардың тұрақты күйіне жауап беретінін көресіз. Яғни олардың денесі жаңа ақылға жауап береді. Өз басы мұны табиғаттан тыс таңғажайып деп айтар едім. Сонымен, жүрек келісімі медитациясы. Бұл медитация жүрек математика институтында жасалған жүректі синхрондырау техникасына негізделген. Көзіңізді жұмыңызда, денеңізді босаңсытып, жүрекке назар аударыңыз. Жүрек орталығынан тыныс алуды және дем шығаруды бастаңыз да, тыныс алуды біртіндеп баяулатыңыз және тереңдетіңіз. Сыртқы ортаға ойыңыз бөліне берсе, кеудеге, жүрекке һәм тыныс алуыңызға назар аударыңыз. Әрі қарай 4-ші энергия орталығына назар аударып, жүрек орталығынан дем алуды және дем шығаруды жалғастыра отырып, жоғары эмоциялар тудырыңыз. Кеуде аумағында жүрек эмоцияларын сезінгенде, бұл энергияны денеден шығарыңыз да, оны ниетіңізбен біріктіріңіз. Энергия мен ниетті қоршаған кеңістікке таратуды жалғастырыңыз. Басында 10 минуттық медитация жасап көріңіз. Сосын күн сайын уақытты көбейтуге тырысыңыз. Кейінірек денеңіз осы жоғары эмоцияларды бастан кешіруге қалай жауап беретінін білгеннен кейін, сіз оларды көзіңізді жұмбай-ақ ашық күйінде күні бойы жаттықтыра аласыз.
жаяу жүру медитациясы туралы 9-шы тарауда кеңірек білетін боласыз. Сіз тіпті күніне 4 рет жоғары эмоцияларды сезінетін уақыт келгенін есіңізге салатындай етіп, телефоныңызға арнайы ескерту қоңырауын орнатып алсаңыз да болады. Келесі тарауда калейдоскоп пен ақыл-ой киносына медитация жасауды үйренеміз. Сондықтан келесі шығарылымды күтіңіз. Ал әзірше осы уақытқа дейін берілген медитацияларды жасап, астындағы пікірге жазып кетсеңіз болады.